Құрметті жас түлек, көптен күткен Глобус 2019 шпаргалкаларын ұсынамыз. Біздің шпаргалкалардың ерекшелігі 2012-2019 жылғы бүкіл сұрақтар қамтылған. Ұлттық бірыңғай тестілеуде сұрақтың шығу ықтималдығы өте жоғары. Жыл сайынғы апробация сұрақтары қамтылған. Тек қана аз тиражда жарық көреді. Тезірек сатушы адамға хабарлас. Глобус 2019. Жиі сұрақтардың жауабын біз алдын ала білеміз. Сұрақтардың жауабын біз алдын ала білеміз. Сәлем достар, сіздерменен Әлішер ағайларыңыз. Біз бүгін наурыз айында келген ұбт-да 5209 нұсқаны талдайтын боламыз. Мен осы уақытқа дейін бірнеше нұсқалар талдап тастадым. Сол нұсқалардың ішінде біраз есептерді уже көрдік. Мен бүгін осы 5209 нұсқада мен талдап қойған сұрақтарды емес, мен талдамаған, мен мүлдем оқымаған сұрақтарды ғана алдым. Жетеу ма 8-і болды. Яғни қазір біз 8 сұрақ қана талдаймыз. Менің талдауымды ұбт ЕНТ 2019 прогресс группасынан тамашалап жатқандар болса, сәлем. Сіздердің группаларыңыздың админі Азамат мырзаға үлкен алғысымды білдіремін, өйткені менің осы талдауымды сіздерге репост жасап көрсетіп отырғандығы үшін. Ал біз онда бірінші есеп, яғни бірінші есеп 9-шы есеп болды. Яғни бұған дейінгі 8 есепті мен осыдан алдыңғы талдауларымды көрсетіп айтып қойған болатынмын. Түсінікті ма? Ендеше бастаймыз. Бір бактерия секундына 2 есе көбейеді. Бірінші секундта 1 бактерия, екінші секундта 2 бактерия, үшінші секундта 4, төртінші секундта 8. Яғни 2-ке көбейтіп кете береді ғой, тағы сол сияқты жалғаса береді. 1 минутта бактериялар бір банканы толтырса дейді. Банка. Так. Банка болсын мына жер. 1 минутта толтырады екен. Яғни 60 секунд қой. 60 секунд. Сол банканың жартысын қанша уақытта толтырады дейді. Мына жартысын қанша уақытта толтырады. Көп оқушылар бұны 30 секунд деп белгілейді. 30 секунд. Негізінде ол қате. 59 секунд болады. Не үшін жауап? Өйткені 59 секундта ол жарысына дейін келеді. Енді 2 есе көбею керек қой. 60 секунд, яғни 1 секундта ол 2 есе көбейіп, мынаның бетіне дейін келеді. Толады сонда, банка толады. Түсінікті ма? Өте бір қызық есеп, яғни 59 секундта ол жартысы болады. Тағы да 1 секундтан кейін осы мына бактерия, мына ішінде бактериялар 2 есе көбейеді. 2 есе көбейді деген сөз, мынаның жартысын тағы да қосасың деген. Түсінікті ма? Келесі сұраққа өтемін онда. Жанармай құю бекетіне бірінен кейін бірі Мерседес, Ниссан, Мерседес, Ниссан. Яғни Мерс, Ниссан сөйтіп кете берген. Ары қарай осы ретпен көліктер кезекте тұр. Мерседестің ұзындығы 4 метр, ал Ниссанның ұзындығы 3 метр. Әрбір көліктің арасы 1,5 метр. Егер көліктер саны 7 болса, онда кезектің ұзындығы бірінші көліктің алдынан бастап, соңғы көліктің артына дейін неше метр екенін тап дейді. Түсінікті. Мына жерде Мерс тұр деп ойлайық. Сосын Ниссан тұр деп ойлайық. Тағы да Мерс и Ниссан. Тағы да Мерс и Ниссан и тағы да Мерс. Сонда 7 болды ма? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 машина. Мерстер қанша? 1, 2, 3, 4. Яғни 4 метрден 4 мерсіміз 16 метр болады. Дұрыс па? 4 мерс 4 метрден 16 метр. Так, Ниссан 3 метрден 1, 2, 3. 3 Ниссанымыз 3 метрден 9 метр болады. Екеуін қосамын 25. Бірақ та, мына арақашықтық бар. Әрбір көліктің арасы 1,5 метр дейді. Яғни мына жер 1,5 метр. Мына жер 1,5. 3, 4, 5 и 6. 1,5 метрден 6-ы 9 метр болады. Дұрыс па? 1,5-ды 6-ға көбейтем. 1,5-ті 6-ға 9 шығады. Яғни 25-ке қосамын қаншаны? 9-ды. Тең 34. Жауап 34 болады. Есеп түсінікті ма? Түсініксіз болса, комментария жазыңыз, түсіндірем. Әрекет жасайым. Келесі сұраққа өтеміз. Суретте ауа температурасының бір тәулік ішіндегі өзгерісі берілген. Уақыттың қандай мезетінде ауа температурасы бір қалыпты болғанын табыңыз. Бір қалыпты болғаны көрініп тұр ғой, мына жерде бір қалыпты болып тұр, былай болып.
көтеріліп жатыр, 20 градус болды. 20 градуспен былай бір клетка, яғни бір клетка дегеніміз 12:00-ден 15:00-ге дейінгі аралық. 12:00-ден 15:00, осыны белгілейміз. Мен бұл есеп оңай, бірақ оңай болғанмен мен бұны әлі талдауларда көрсетпегем. Менің есімде барлық талдауларын көрсетпегендіктен сіздерге осы сіздер көрмеген есепті көрсетіп жатырмын. Бұған дейін мен бір 5-6 талдау жасап тастадым, осы наурыз айында келген. Яғни сіздер ол менің арнама кіріп көрсеңіздер болады, немесе қазір мына төбеге де басқа нұсқалардың несі подсказка деген бар, соны бассаңыз басқа нұсқалардың несі қатары шығады, плейлист шығады, немесе барлығы тұрады қатар бойынша. Так, келесі сұраққа өтем. 1000 теңгелікті 100 және 50 теңгелік ақшалардың екеуін де қолданып қанша тәсілмен ұсақтауға болатынын тап дейді. Так, екеуін де қолдану керек, яғни 100 теңгеліктен 9-ын алсақ, 50 теңгеліктен екеуін алсақ 1000 теңге болады, иә? Дұрыс па? Бір тәсіл. 100 теңгеліктен 8-ін аламыз, 50 теңгеліктен 4-еуін аламыз. Тағы да 1000 теңге шығады. Екінші тәсіл. Жетеу. Иә, мына жерде жетеу болады ғой. Сонымен 8, 9, 8, 9 деп кешірім өтінемін. Жетеу алады 100 теңгеліктен, 100 теңгеліктен 6 алынады, 100 теңгеліктен 5 алынады, 4 алынады. Сәйкесінше 50 теңгеліктерде білеміз ғой қалай не алатынын. 3, 2 и соңында 100 теңгеліктен. Соңғы вариантымыз 100 теңгеліктен 1 и 50 теңгеліктен 18-ін алады. Сонда ма? Сонда 1000 теңге болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 вариант. Д болады. Түсінікті ма? Түсініксіз болса комментарияға жазыңыз, жауап беремін. 16 асты тең 2-ге бөлді. Пайда болған бөліктердің әрқайсысын тағы 2-ге бөлді. Осылай әр бөлікті бір асып қалғанша бөлуді жалғастырғанда бөлудің қанша рет орындалатынын тап. Бөлу дейді. Яғни басында қанша тұр? 16 тұр. Бір рет бөлді. Бір рет бөлген кезде, мынаны бір рет бөлді деп ойлайық, мына жерді. Мына бір рет бөлу. Мына бұрыш қаншадан тиеді? 8-ден тиеді. Тағы да бір рет бөлемін. 4-тен. Дұрыс па? 4-тен. 4-терді де тағы да бір реттен бөледі. 2. Дұрыс келе жатырмын, иә? 4-терді де тағы да бір реттен бөледі. Сонда 2, 2. И мынау да 2. Бір асып қалғанша дейді. 2 асты тағы да бөлемін. 1, 1, 1, 1, 1, 1. 2 асты 2-ге бөліп жатырмын. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, и тағы да 1, 1. Қанша рет бөлуді орындадық? Мен мәңгіле түсіндіріп айтқанда, мына бір бұрыш бір рет бөлген десек, егер мынау, ондайдан қанша бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Яғни 15 рет бөлуді орындаған кезде соңында бір-бірден қалады екен. Жауабы Е. Түсінікті ма? Есепті осылай шығарады екенбіз. Түсініксіз болса комментария жазыңыз. Егер де менің жолым сізге ұнаған болса, өте оңай болатын болса, лайк басып қойыңыз, арнада тіркеліп қойыңыз. Келесі сұраққа өтеміз. Қызыл, жасыл, көк, сары түсті шарлардың барлық саны 50. Қызылдан басқа шарлар саны 35. Яғни қызылдар 15 болады, иә? Енді барлығы 50 болса, қызылдан басқалар 35 болса, 50-ден 35-ті азайта салам, қызыл 15 болады. Так. Жасылдан басқа шарлар саны 40. Жасылымыз онда 50-ден 40-ті азайтам, 10 болады. Көктен басқа шарлар 37, 13 болады көк. Так, осы шарлардың ішінен кездейсоқ алынған шардың сары және жасыл түсті болуы. Сары шарлар қызылдан басқа шарлар саны 35, жасылдан басқа шарлар 40, көктен басқа шарлар саны 37. Енді қалғаны сары болады, онда қалғаны сары болады. 13-ке 10-ды қоссам 23, 23-ке 15, 38, яғни сарымыз 12 деген. Дұрыс па? Бәрін қоссақ 50 шығады. Әрқайсысы өзінің шарт бойынша істеліп тұр. Осы шарлардың ішінен кездейсоқ алынған шардың, бір шардың
сары және жасыл болу ықтималдығы. Сары мен жасыл бізде қанша? Сары мен жасыл бізде 22, иә? Бізде 22. Болмау дейм, болмау ма? Бұл түсінікті. Бізде 22. Бұл болуы. Болмауы қызыл мен көк шығу керек. Қызыл мен көкті қоссам, жоқ, бітек. Қазір мен сіздерге жасыл мен сарыны түсіндіріп жіберейін. 22 бөлінген 50. Барлығы 50 еді. 50-ден 22. Тең болады 100-ден 44. Дұрыс па? 2-ге көбейтіп жіберем, 100-ден 44 болады. Мынаны 2, мынаны 2. Сонда жасыл мен сары болуы, сары мен жасыл болуы 0,100-ден 44. 0,100-ден 44. Ал болмауы 0,100-ден 56 болады. Болмауы 0,100-ден. Қалай білдім? Мен өткенде бір талдауымды көрсеткен едім. P плюс Q тең 1. Біреуі болуы болса, біреуі болмауы. Егер де болуы 0,100-ден 44 болса, болмауын бірден азайтамын 0,100-ден 44. Немесе бүйтіп жазасам, 0,100-ден 44 жазасам, 0,100-ден 56 шығады. 0,100-ден 56. Немесе қараңыздар. 15-ке 13-ті қосамын мына жерде, 15-ке 13-ті. Сол қызыл көк болуы. 26 шығады, 28 шығады. 28-ді 50-ден 28, 50-ден 28-іміз тең болады қаншаға? 100-ден 56-ға. Мынаны 2, мынаны 2, 100-ден 56. Қайттан жауап шығады. Түсінікті ма? Түсініксіз болса комментария жазыңыз, түсінікті болса лайк басыңыз. Келесі сұрақ қойып. Қорапта 5 қызыл, 8 жасыл, 13 көк және 17 сары шар бар. Қораптың ішіне қарамастан бір сары шар шығарғаны нақты сенімді болу үшін қораптан кем дегенде қанша шар аламыз? Бір сары шар шығу үшін біз мұнаның бәрін алуымыз керек қой. 5-ке 8 13, 13-ке 13 27. Яғни біз өзімізді ең сәтсіз адамбыз деп есептейміз. Сары керек па? Өмір бізге сарыны бермейді сізге ешқашан. Сізге көкті береді, пожалуйста. 13 көк, 13 рет алсаңыз 13-інде де көк шығады. Сосын 8 жасыл шықсын. Сосын 5 қызыл шықсын. Сонда 26 рет алдыңыз сіз. 27-ші рет сіз уверенный боласыз сары екендігіне. Түсінікті ма? Бізге соны сұрап жатыр. В болады. Келесі сұрақ қойсам. Ойбай, келесі сұрағымыз да жоқ екен ғой. Таусылыпты. Сіздерге түсінікті шығар деп ойлаймын. Арнаға тіркелдіңіз. Менің Instagram ВК парақшаларыма тіркеліп қойсаңыздар болады. Сіздерге ұбт-да сәттілік тілеймін. Математикалық сауаттылықтан 20-ға 20 жинаңыз. Біздің осы арнадағы видеоларда репост жасап жүрген ұбт ЕНТ 2019 прогресс группасының админі Азамат мырзаға үлкен рахметімді айтамын. Өйткені ол кісі болмаса сіздерге бұл видеоны көре алмайсыздар. Сондықтан да барлығына сәттілік тілеймін. Егер де маған қолдау білдіргілеріңіз келсе, арнаға немесе ағай сізге рахмет дейтіндер болса, қаржылай түрде көмектесем дейтіндер болса, Kiwi кошелегімді WebMoney барлығын описание бөліміне қалдыратын болам. Сол жерде маған шын жүректен әйтеуір бір 10 теңге, 50 теңге болса да жіберсеңіздер, осы арнаның дамуына, рекламаларға пайдаланатын болатын. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Құрметті жас түлек, көптен күткен Globus 2019 шпаргалкаларын ұсынамыз. Біздің шпаргалкалардың ерекшелігі 2012-2019 жылғы бүкіл сұрақтар қамтылған. Ұлттық бірыңғай тестілеуде сұрақтың шығу ықтималдығы өте жоғары. Жыл сайынғы апробация сұрақтары қамтылған. Тек қана аз тиражда жарық көреді. Тезірек сатушы адамға хабарлас. Globus 2019. Жиі сұрақтардың жауабын біз алдын ала білеміз. Сұрақтардың жауабы